Қайырлы күн, бүгін сіздермен бала кездің бал дәмі коржиктарды бірге дайындайтын боламыз. Сіздерде дәл дүкендегідей осындай жұмсақ үлпілдек коржиктар дайын болады. Ал ендеше дайындауға кірісейік. Алдымен айранымызды ыдысымызға құйып, үстінен содамызды салып, көпіргенге дейін 3-4 минуттай күтеміз. Сіздерде осындай айран мен содада реакция жүреді, осылай көпіреді. Айранымыз 2-3 есеге ұлғайғаннан соң сұйық майымызды және құмшекерімізді қосып, жақсылап құмшекеріміз ерігенге дейін 10 минуттай араластырамыз. Құмшекерлеріңіз толық еруі қажет. Әйтпегенде сіздің коржиктарыңыздан түйір-түйір болып көрініп қалады. Толық құрамдарын астына описание бөліміне қалдырып кетемін, сол жақтан көре аласыздар. Үлкендеу ыдысымызға електен өткізілген ұнымызды салып, үстінен өлшенген разрыхителімізді де саламыз, және де екеуін араластырамыз. Араластырып болған соң, біздің дайын болған сұйықтығымызды үстінен құямыз. Және де ары қарай басы біріккенге дейін жақсылап араластырып илейміз. Кішкене уақыт венчигіммен араластырып алдым. Одан соң қоюлана бастаған соң қолыммен илеп бастадым. Бізде осындай өте жұмсақ қамыр дайын болады. Одан соң қамырымызды жаюға кірісеміз. Астына көптеу ұн сеуіп жіберіңіздер. Әйтпегенде сіздердің қамырларыңыз астына жабысып қалуы мүмкін. Қамырымызды алдымен осылай қолыммен басып жайып алдым. Одан соң оқтаудың көмегімен енін шамамен 1-1,5 сантиметр етіп жайдым. Менде коржиктардың формасы болмағандықтан осындай стаканмен дөңгелек етіп кесіп шықтым барлығын. Егер сіздің формаңыз болса, сол формалармен жасасаңыз керемет болып шығады. Дөңгелектің шетінде қалған қамырымызды жинап алып, пакетигімізге салып, 10-15 минут демалдырып, ары қарай пайдалана бересіздер. Дайындап алған дөңгелекшелерімізді табамызға саламыз. Үстінен жұмыртқа емес, айран жағамыз. Осылай біркелкі етіп, қалыңдау етіп үстінен жағып шығамыз. Бұл коржиктар өте тез піседі, сондықтан пешіңізге қарап тұрасыз. 200 градуста 10-12 минутта осылай пісіп, әдемі болып шығады. Кішкентай балапандарыңызға сүтке малып беретін болсаңыздар, сүйсініп жейтін болады. Сіздермен болған Жазира ас болсын.